тақырыптың атын қалай қоямыз? Мәңгілік ел ұлы дала. Қазір бұл құпиясы ашылмай тұрған тарих қой. Қазір тарихты ашып жатырмыз құпиясын. Таңбаларға қараған кездері маған тарих түсіп тұр ғой, Қазақстанның тарихы түсіп тұр ғой. Өйткені адам баласының бәрі қияметте қазақ жеріне жиналады көбісі. Мұхаммедтің миссиясы бітті деді. Енді ары қарай өзіміз аламыз деп тұр. Қолға деп тұр жаңа. Ішімізде тұрған біздің ішімізде тұр. Аруақ біздің ішімізде тұр. Барлық нелердің ұстанатын діні пайғамбарлардың осы дін. Мировой религия дейді. Зороастризм. Екі күні бар қазақтың батыстан және шығыстан шығатын. Қазақтың екі баласымен байланысты тұр. Аға арыз, жан арыз, бегі арыз деп тұр ма? Ол сөздердің бәрі жұмбақ сөздер ғой. Шыңғысхан өйткені көк тәңіріне сыйынатын зороастризм дінінің адамы. Мына жерде билік осыға ұқсатады енді. Қаласаң да қаламасаң да тарих солай кетіп тұр. Мұхаммед пайғамбардың келіп өзгертетіні мына жерде бұрады адам баласын. Мына жерге келген кездері Шыңғысхан бұрады мына жерге келген уақыттары дінді. Мына жерге келген кездері жаңағы большевиктер бар ма? Лениннің кезінде осы кездегі уақытта ояну басталады тағы да. Қазір көкбөрілердің заманы. Мына отырған одинокий волктар отыр қазір интернетте. Шындықты айтып отыр бәрі. Сол одинокий волктардың ішінен көкбөрі шығады енді. Сол себептен Мұхаммед пайғамбар намаз оқып, 5 уақыт намаз оқып, азан шақырып, Құдайды тірілтіп жібереді мына жерде. Сол кезде Құдайға жаңағы қанға конкурент болады уже. Қан өзімді Құдайым деп айта алмайды. Құдай бар дейді уже адамдар. Келіп мына жерде Шыңғысхан өзінің балаларына айтып кетеді ғой. Балалар қанға олар енді Құдай ғой. Мұсылмандықты қабылдай беріңдер дейді ғой. Оянған адам ешқашан біреуге жаман сөз айтпайды. Жаман комментарий жазбайды, жаман ойламайды оянған адам. Біреу мүмкін ойлар, мынау қуылмай екен деп. Бірақ ой бар адамға терең ақпарат бар. Одан кейін мынандай екеуі қосылған кездері мынау еврейдің несі шығып тұр. Еврейдің символы шығып тұр. Еврейлер бәрін біледі. Еврей халқының умный болатын сол себептен. Біліп тұр ғой. Бірақ еврейдің қолынан келмейді ештеңе. Ол еврейге берілмеген ол. Бұның бәрі қазаққа берілген. Еврейлер, ілім еврейде бар. Еврей бәрін біледі. Тарақтан барын да біледі еврейлер. Тарақтың да бәрін біледі. Бірақ олардың маңдайына жазылмаған ол. Бұны істеу. Бұны тек қазақ қана істейді. Мұны бірігіп тұр ғой енді бәрі. Мына бөлініп кетіп тұрғаны ғой міне. Еврейлер бәрі қазір ақпарат интернетті ашып берсең, еврей сайрап тұр, бәрін айтып тұр. Не болғанда бәрі. Одан кейін мынандай 5 жұлдыз келді. Мына 5 жұлдызды салған уақыттар мен ойладым, 5 жұлдызда мына белгі беріп тұр. Мына жерде 5 бұрышта еще келіп тұр, 5 бұрыш бір-бірімен байланысты деген ақпарат келіп тұр уже. Ата жолына келіп жатыр уже. Сонда мына жерде болған нәрсе, мына жерде болады, мына жерде болған нәрсе, мына жерде болады. 5 бұрыштың бойында адам баласында шартқа отыру болады. Өз еріктерімен. Мына большевиктердің мына 5 жұлдызды алатын сол себептен. Яғни Бестұраңғол деген ақпарат келіп жатыр, енді айтып жатыр, кеше ғана Асылбек мырзамен де осыны қозғап кеттік. Дұрыс, енді бұл деген бірін-біріне эстафета ретінде беріліп тұр ғой, хорошо. Мына жерде өз еркіменен адамдарға предупреждение беріп тұр ғой, мынау. Тарихты белгілеп отыр ғой, түсінің бе? Осы жерлерде осындай болған деп тұр ғой. Сен тарихың дәлелдеп тұр ғой міне. Мына жерде міне мынау сауда саттық келген кездері қандар бір елменен бір ұлт сауда саттық жасау керек. Бір ұлттың несіне жаңа шекарасына екінші ұлт келіп кіру керек. Шартқа отыру керек. Өз еріктеріменен, өз елін дамыту үшін. Түсіндің бе? Ақша келіп тұр ғой мынау, ақшаң келген кезі ғой мынау. Сауда саттықтың келген кезі ғой. Қазіргі уақыт отыр. Қазір сондай ғой енді. Түсіндің бе? Қазір сол предложение болып жатыр ғой енді. Мынау келген кезі ғой мынау. Түсіндің бе? Адам баласын. Мына жерге келгенде мынерде бірігу басталады қазақта. Қазақтың тарихы. Бұл жерде қазақ шартқа отыру керек болады орыспенен. Қазақ болмасақ шашырайтын кез мына жерде. Қазақтың дәуірінде мына жерде рак. Түсіндің бе? Мынау қазақ мына жерде арыстан болса мысалы леп Шыңғысханның кезінде. Мына жерге келген уақыттар қазақ уже шашырау басталады. Қазақ Шыңғысханның ұрпағы шашырай бастайды. Өзімен өзі соғысып кетеді.
Сол себептен мына жерде қазақ жағдайы қиын бола бастайды уже. Орысқа қосылу керек, ойна жүзінде орысқа анау Әбілқайыр қосылған дейді ғой тарихта. Түсіндің бе? Жаңа Екатеринаға барып. Өйткені басқа ұлттардың бәрі қосылып кетеді орысқа. Башқұртың бар ма, нең бар ма бәрі. Сөйтіп орыспенен өмір сүріп жатыр. Соны көреді де, мына жерде Әбілқайырда солай деп тарихта жазылып тұр. Әбілқайыр барып орысқа қосылады, кіші жүз қосылады. Оның аяқтағы ұлы жүз түсінбейді, орта жүз. Сөйтіп қазақ бір-бірімен соғысады, Әбілқайырды өлтіреді. Заңдылық жұмыс істеп тұр ғой. Заңдылық келіп тұр, жерде бірігетін уақыт келіп тұр. Оны тек Әбілқайырдың маңдайына жазып қойыпты. Қанның. Оны түсінеді Әбілқайыр, ары қарай қазақты аман алып қалу үшін орысқа қосылу керекпіз дейді болды. Түсіндің бе? Болмаса қазақты жаулап кетейін деп әрқайсысы ар жақтан. Қазақ бөлініп жасап жатыр, қан болып жасап жатқан кезде анау. Кіші жүздің қаны бөлек, ана орта жүздің қаны бөлек. Бөлек-бөлек жасап жатқан кезде қазақтың. Бірігейін десе біріге алмайды. Түсіндің бе? Сондай жағдайда қалған кезі ғой мынау. Бірігу, білезіне семен белгілеп қойғаны. Бұл жерде шартқа отырады ғой уже, түсіндің бе? Кіші жүз отырады, одан кейін бар, орта жүз отырады, одан кейін бар, ұлы жүз отырады. Түсіндің бе? Орыспенен бірігу басталады. Мына жерде жаңа большевиктердің келетін кезі. Бұл жерде де шартқа отыру болды жаңағы. Кімдер? Қазақтың жаңа нелер бар ма? Алдында жүрген жаңа нелер кімдер деп ше? Алаштықтар бар ғой. Большевиктер ғой. Комиссар бар. Алаштықтар. Революционерлер. Революционер болсын, қазақтың басында отырған басшылар, алаш. Солар Ленинмен неге отырады ғой? Шартқа отырады ғой, түсіндің бе? Сіздермен бірге боламыз деп. Большевизмге өтеміз деп. Өз еріктерімен қазақ. Бұл жерде тарих сөйлеп тұрған. Мына жерде енді бұл жерде өз шартқа отыру керек. Бұл жерде зарастризмді қабылдау керек, бар ұлттардың бәрі сену керек, өз еріктерімен. Сенбесең сені тәубаңа келтірейін деп отыр. Bu yerде табиғат сені тәубаңа келтірейін деп отыр ғой. Bu yerде адам емес. Bu yerде сені табиғат келтіріп өткен, bu yerде ұйықтап қалдық біз қазір. Тереңге батып кеттік біз қазір. Ақылымыз асып, бір-біріміз бәріміз шашырап, отбасы да шашырап тұр қазір бәрі жерде. Әйел өзінше, әйел биікке шығып кетті, еркекпен теңесіп қалды. Мұхаммед пайғамбар жаңа айтқаны, тымақтың кетті әйелдің аяғының астында дейді. Әйел үйдің иесі. Әйелің ақылды болса, түсінеді, ақылы жетпейді соңында түсінбейді. Қиын ғой, қиын жағдай болар өйткені. Теңесіп қалған заманда заңменен өмір сүріп жатқан кез ғой қазір. Жақсылықтың бәрін істеп қойдым дейді Мұхаммед пайғамбар айтады. Әйелдерге көп жақсылық істей жүрмін дейді. Соның салдарынан мына жерде енді көшті бастау керек. Анау алтын адамның қасында сөздерде жазылып тұр, анау музейде. Ей, жаңағы қыз деп тұр. Аңсақ көшті еске алайды деп тұр. Біреуді не беріп кеткен ғой, зарастризмді не деп тұр. Жердің астына жаңағы сөзді жазып. Әйел көшті бастау керек. Еркек көшті бастай алмайды деп тұр бұл жерде. Үйді көшіру үшін әйеліңе рұқсат алу керексің. Әйеліңді көндіру керексің. Ауылға көшіп үшін. Сондай ғой енді бұл. Солай болып тұр ғой қазір. Байланып тұрмыз ғой бәріміз. Мемлекеттің басындағылар да байланып тұр бір-біріне. Ешкім ештеңе істей алмайтын жағдайда тұр ғой қазір. Сол себептен аруақтар айтып тұр ғой міне. Біздің қалаған адамымыз тұрады деп, жерде өзгертетін адам болады бұл жерде. Оны қазір Мағри деп жатыр, олар Нұх пайғамбар деп жатыр нелер. Мен айтып отырмын, Ойсыл Қара деп отырмын, соның бәрі Қара деген адаммен тарихта жазылып тұр деп. Қараменен басталып тұр өмірдің бәрі. Ата жолында да келіп жатыр жаңа қара адам деп. Сол адамның ұрығын өзгертіп тұрған сияқты бұл жерде, түсіндің бе? Тарақты деген жаңа қарамен байланысты ұру. Және тарақ таңбаның өзі сөйлейді, оның да құпиясы бар. Тарақ таңбаның. Тарақ таңба бар. Сол таңбаменен сол таңба өзгеріп отырады мына жерде, көкке салған кездер. Тарақ таңба. Қазір мен өткенде бір кісі айтып еді жаңа. Тарақ таңба деген М деген әріпті білдіреді дейді, М деген әріпті. Біреу айтады да. Енді ол тарақ таңба былай неге қарай бұрылса? Мынау югке қарай, мынау. Оңтүстікке қарай бұрылса,
Е деген таңбаны білдіреді. Ал былай неге қарай бұрылса, мынау батысқа қарай Ш деген таңбаны білдіреді. Мына дәуірге түскен кездері Е-ні білдіреді. Е деген. Сонда мен ойлап тұрмын ғой, қарап тұрмын ғой. Мына жерде М деген мағнемен байланыста тұр. Мәдіменен. Түсіндің бе? Е деген мына жақта діннің өзгеретін кезі, түрік халқының көтерілетін кезі, дамитын кезі, мен Е деген Ертоғұлменен байланысты ма деп тұрмын. Ертоғұлдың тарихын біз білмейміз ғой. Ертоғұл қазақтан шығады ғой, түсіндің бе? Бұл жерде түріктің тарихы. Түріктер мына исламды қабылдайды, бірінші болып қабылдайтын түріктер. Мұхаммед пайғамбарды қабылдайды. Қазақ жерінде. Түріктер қазақ жерінде жасайды, негізі тарих бойынша. Дұрыс қой енді. Қожа Ахмет Яссауи арқылы қабылдаған көп. Ең мықты өзін шәкірттерін жіберіп тұрған ғой түрікке. Ертоғұлмен. Енді былай келген уақыттар ол мына жақта Ш деген Шыңғысханмен байланысты болып тұр. Түсінің бе? Тарақтанба. Шыңғысхан алдына Ш деп жазып қойып, тарақтанбаны теріс айналдырып. Түсінің бе? Суретінде. Трезубий деп олар кейбіреулер айтып жүреді, трезубий деп қояды. Ш-ны, тарақтанбаны теріс аударып болады. Ш қылып. Шыңғысхан бәрін біледі ғой, өйткені ол зороастризмнің несі ғой ол. Ең соңғы тұяқ деген секілді болады. А былай келген уақытта болады. Ол Екатеринамен байланысты. Екатерина орысша айтқанда ол немістің ең көгі ғой енді. Екатерина дейді оны. Екатерина отарлау несін жүргізеді ғой оны. Сонда 4 бағытта жаңағы ненің несетін кезі ғой. Тарақтанбаның жұмыс істейтін кезі. 4 адаммен байланысты болып тұр сонда. Енді мына 5 жұлдыз, мына 3 бұрыштар енді қазақ жерінде соғып кеткен жерге үлкен қылып, оны жаңа дронменен көрсең, қазір 21 ғасырда үлкен қылып соғып кеткен. Предупреждение беріп кеткен зороастризмдер соғып жер бетіне. Мынау сөйлеген кездер 3 бұрышпенен мынау 5 жұлдыз сөйлеген кездер осыған сен деп тұр ғой. Сен десең құрайсың деп тұр ғой. Сол үшін жерге соғып кеткен. Дәу қылып. Түсінген адамдар ғой. Гуглден көрсең солай болып тұр енді. Одан кейін келген ақпарат мынандай ақпарат келді. Мынау енді мен осындай ақпараттар келіп жатыр да, қазір 4 бұрыш келіп жатыр. Одан кейін 4 бұрыш келіп жатыр. 4 бұрыш мына дөңгелектің ішіне сыймайды деп тұр. Мында сыймайды дегеннен кейін 4 бұрышты мен былай сыздым. Бұл мынау 4 періштемен байланыста тұр ғой, түсіндің ба? Мен жаңа айтқаным, тылсымдағылар сезімменен өмір сүреді, сезіммен, оймен. Сол ойын іске асыру үшін мына дүниеде соның бәрін асырып тұр, қайталап тұр. Адамдар соның бәрін қайталап тұр. Тылсымдағы бар нәрсені, ойды мына адам арқылы іске асырылып тұр. Түсіндің ба? Мына 4 періште 4 жерден үстемдік жүргізіп отырса, 4 мезгілде дүниені от, су, ауа, жер 4-еуменен байланыста тұр. Періште деген пері ішінде деп тұр, түсіндің ба? Сөз. Бізді масондар басқарып отыр қазір. Қазір? Сырттан басқарып отыр олар. Түсіндің ба? Олар да сырттан басқарып отыр. Ана жақтағы ой, мына ішімізде тұрған сезім, мына жақта жұмыс істеп тұр, шынайы түрде. Түсіндің ба? Сонда тылсымның ойы мына жақта біз арқылы жұмыс істеп тұр ғой. Ойын іске асырып тұр дегендей болады да, түсіндің ба? Ойлаған ойын тылсымдағы, біздің ішімізде тұрған, біз деп тұрған ақ пенен қара ойларын іске асырып тұрған сияқты, адам арқылы. Адамды нашар жаратты дегені сол. Адам өзін тани алмайды. Адамда мінез бар, тәкаппарлық бар, менмендік бар. Олар жібермейді адам мойындатуға. 3-4 ұғымға сиғып қойса бір сөзді, вообще құлдық дегеніміз ғой, 3-4 сөйлеп тұрмыз. 3-4 ұғыммен түсініп тұрмыз бір сөзді. Ойын деп тұр ғой, короче. Бұл дүние ойын деп тұр ғой. Адамның басы Аллахым доп деп қайта-қайта айтып отырған ғой. Доп деп тұр ғой, ойын деп тұр ғой. Сенің басың доп деп тұр ғой. Сен уақытың келгенде сені алып тастаймыз деп тұр ғой. Әр заманның өзінің дәуірінің адамдары бар. Солар келу керек болды. Тағдырыңа байланысты, тағдырыңа не жазылса, соны көресің. Маңдайыңа жазылғанын көресің дейтін сол. Сен бұл дүниеге ая болып келесің бе, еркек болып келесің бе, бай болып келесің бе,
сен кедей болып келесің бе? Ол алма кезек дүние ғой ол. Яғни дүниені, дөңгелек дүниені масондық жүйе басқарып тұр. Масондық жүйе ақшамен басқарып тұр. Қазір масондық жүйеден қорқады. Масондық жүйе бәрі қазір мемлекетте болып жатыр уже. Бізде де мемлекет болып, масондық жүйеге көшіп бара жатыр уже. Бір-бірінен көргеніміз дейді. Сол масондық жүйе басқарып тұрды, қазір ыдырай ма деген ой келеді. Енді әр нәрсенің басы осы аяғына келіп тұрмыз ғой біз, қазір ыдырайтын уақытына келіп тұрмыз ғой. Ыдырайтын кезіне келіп тұрмыз біз. Қаласаң да қаламасаң да істейіп тұр, оны табиғат істейіп тұр оны. Сол мен айтатын. Мен жаңа Бәйтеректе де, пирамидада үске шығып, азан шақырып, зікір салғаным босқа емес шығар деп ойлаймын. Үміттенемін дейді ғой. Босқа емес. Бұл дүниеде дұрыс емес деген нәрсе жоқ. Екі дәлші кетейік енді. Енді мында X-тар келіп жатыр. X хромосома. X түсіп жатыр қазір ақпаратта, ата жолында. Айтып тұр. Бар десем, мына жерде болған нәрсе мына жерде болмайды. Бар, мынау X деген бұл жоқ дегенді білдіреді деп тұр. Крес. Крес емес бұл, X. Үйдің терезесін қағып тастайды ғой, үйде адам жоқ. Соның бәрі. Осында X келіп тұр, енді дөңгелек дүниеге салсаң, мына жерде өзгертіс болатын кез ғой, мына екі жер. Ең қатты өзгертіс болатын кез ғой. Мына жерде болған нәрсе мына жерде болмайды деп тұр. Мына жерде бар нәрсе мына жерде жоқ деп тұр. Түсіндің бе? Дүние страшно өзгеріп кетейін тұр мына жерде. Түсіндің бе? Ана Марат Әміреев те айтып тұр ғой, мына жердегі система жұмыс істемей қалады деп тұр мына жерде деп тұр. Ол ана телевизордан да айтты барып. Оны түсінбейді оны ешкім бәрібір. Түсіндің бе? Мына жерде бар нәрсе мына жерде жоқ болайын тұр деп тұр. Өмір өзгерейін тұр дүние. Қаласаң да қаламасаң да сен. Бәрі сценарий бойынша кетіп бара жатыр деп тұр. Жалған өмір деп тұр. Өлім өтірік өмір үшін деп тұр. Мына жерде болған тыныштық мына жерде болмайды деп тұр. Мына жерде қазақ қырғын жаугершілік заман басталып кетеді, бірін-бірі өлтіру басталып кетеді. Мына жерде тыныш өмір сүрсе, мына жерде тыныштық жоқ. Шыңғыс хан шығатын кез ортада. Жаугершілік заманы басталатын кез. X-тің белгілеп тұрған сол. Түсіндің бе? Мына жерде болған жаңа 21-ші ғасырдың электристі басы, мына жерде уже болмайды, жайлап кете бастайды бізден уже. Біз соған дайындалу керекпіз. Негізі мына технический прогресс дейді ғой. Мен бірінші образованием техник электрикпін. Мен сонда ой жетіп тұрмын да, осы ақылым. Предела технического прогресса нету. Предел жоқ та технический прогресстің. Уақыт келеді, бір кнопканы басып, бір қаланы жоқ қылып жіберуге болады. Технический прогресс. Онда деген жан болмаса, адам деген бірін-бірін қырып өлтіреді. Енді ақпаратта келіп жатыр ғой, жаңағыдай. Компьютерлер өшіп қалады деп тұр бұл жерде. Ана электр станцияларға не түседі деп жатыр. Найзағай өйткені ана кімнің Жамбылаған айтқаны тура келіп тұр ғой, айтты ғой, қызыл ауа келіп жатыр бізге деді ғой. Қызыл ауа келіп жатыр, бізді қыспақ қалатын сияқты деді ғой, түсіндің бе? Қызыл ауа деген ол табиғаттың өзгеруінен, Арктика, Антарктиканың еріп жатырғанынан климатта уже өзгеріс кетіп бара жатыр уже. Түсіндің бе? Ана пирамидада соқ қойыпты. Екі тесікті соқ қойыпты. Ортада анау не тұр? Аккумулятор тұр, анау тұрған аккумулятор, жаңа нелер не деп жүр, адам салатын бірдеңе деп тұр. Ол емес, аккумулятормен белгілеп қойыпты, растеризмдердің соқып кеткені болды, түсіндің бе? Біреуі жұлдыздарға қарап тұр, ақпарат жұлдыздардан келеді деп тұр. Түсіндің бе? Жұлдыз жаңа құс жолына түсіп тұр. Сұңқарлардан келеді ақпарат. Екінші жағынан северный сияние, северный жаққа түсіп тұр. Сол жақтан короче, плюс пен минус бар ғой, общем, заряд бар ғой, Құдайдың өзінің жаңа жаратылысының жаратылған күші бар ғой. Адамның істегені бар, жаратылыстың істегені бар. Мұнда екеуі бір-біріне қарсы келген уақыттары өртейді бірін-бірі. Түсіндің бе? Адамның істегені жойып жібереді. Станцияларыңды жойып жібереді олар. Атомный станцияларда бұзырып болса, қазір мына улану басталар. Саты келіп тұр, сұрақ қоятын. Қазір атомный станция салайын деп жатыр Қазақстанда. Екі бөлініп жатыр, қарсы шығып жатыр. Маған да келіп айтты, қолдайық, қарсы шығайық деп. Мен түсінбеймін дедім. Бұл пайдасы керек па, керек емес па, мен ақылым жетіп тұрған жоқ. Сондықтан мен сіздерді қолдай алмаймын, қарсы шыға алмаймын. Өйткені мен енді мемлекеттің басшысында да отырғандар ақымақтар емес шығар.
Бір жағынан ойлайсың, мүмкін ол бізге жамандығына келе ме? Мен шын айтсам білмеймін осы сұрақты. Енді әр нәрсенің пайдасы мен зияны бар ғой. Енді жерде бізде үлгермейін деп тұр ғой атом станцияны алып келуге, түсінің бе? Уақыт келіп қалды ғой уже, түсінің бе? Қазақ жері аман қалу керек қой үшін, аруақтардың қалауы. Үлгермей ме? Үлгермейді. Яғни бізге салу қажеті жоқ болып тұр ғой. Қажет жоқ, қажет ойлағанмен сенің ойың болмайды сенің, түсінің бе? Құдайдың дегені болады дейді ғой, айтады ғой. Адам деген емес, Құдайдың дегені болады. Яғни қазір аруақтар атомный станцияны Қазақстанға салдыртпай тұр. Салдыртпайды уже, үлгере алмайды уже, салдыртпайды, сценарий бойынша салдырмай, үлгере алмайды уже, салып үлгере алмайды уже. Салса да үлгере алмайды уже, түсінің бе? Уже уақыт келіп қалды уже. Жыланмен белгілі тұр, жылан жылы ең соңғы не болады? Сынақ болады жаңағы. Қияметтің ең үлкен белгісі. Жылан жылы? Жылан жылы уже. Уже біз үлгере алмаймыз уже, адам уже. Келіп қалдық уже. Келіп қалды, келесі жыл уже. Мынадан кейін енді келесіне көрейік. Келесі, мынандай крес келіп жатыр. Крес деген білесің ғой енді. Мынандай крес келіп жатыр да, и Тоқаевты көрсетіп жатыр. Тоқаевты? Кресті көрсетті, Қасым-Жомарт Тоқаев келіп жатыр. Енді мен жаңа бір ақпарат келді жаңағы. Таңбалардың қайтадан жазылатын уақыты келіп жатыр деді. Таңбалар қайтадан жазылады деген, уже таңбалар сөйлейді деген мұсылман, жаңа қазақтың жаңағы ұру таңбалардың. Мынау таңба, естіп жатыр мен осындай ақпарат. Ұру таңба, мынау крес Төртқара руында бар. Төртқара руының таңбасы осындай крес. Мына дөңгелек дүниеге салған кездері Төртқара руынан адамдар мына жерде, мына жерде іске араласады. Түсіндің бе? Қазақтың басына қиын іс түскен кездер. Түсіндің бе? 4 мезгілде. Мен қазір Төртқара руынамын. Негізі 4 мезгілді көрсетіп тұр ғой. Мен Төртқара руының адамын. Мен руым Төртқара. Мен мына жерде сөйлеп отырғаным заңдылық. Мен қиямет туралы айтып отырмын. Тоқаев айтып отырмын. Маған аруақтар айтып отыр. Осылай деп. Кресті көтеріп жатыр. Не бұл жұмбақ? Мен жұмбақтың құпиясын ашып жатырмын. Мен руым Төртқара. Жұлдызым суық. Сол себептен мен жерде әңгіме айтып отырғанымда себебі заңдылық. Екеуміздің сөйлеп отырғанымызда. Уақыты келді. Уақыт келді уже. Айтатын уақыт. Біздің міндетіміз айту, аруақтардың айтқан сөзі. Біз посредникпіз ғой, короче. Қазақтың несін өлі мен тірінің арасында посредник. Аруақтар мен елердің арасында. Соны сұңғарлар дейді соны. Соның миссиясын орындап отырған адамдарымыз біздер. Ата жолдықтан айтып отыр ғой. Көкке жалғаныңдар деп отыр ғой. Ол көктің екенін білмейді ғой. Көк деген зороастризм ғой. Жұлдыздардан ақпарат келіп тұр ғой уже. Жаңа дін келіп тұр ғой. Шынайы дін. Мировая религия келіп тұр ғой. Саң ата жолдықтарға қабылдатып тұр ғой. Ата жолдықтар қабылдай алмайды оны. Бұл дінді ата жолдықтар қабылдай алмайды. Олар жаңағы нені ұстанып отыр? Сопылық ілімді ұстанып отыр. Сопылық ілім деген ол өте ауыр жол. Қатты кіріп кеткен ол жолға. Ол жолдан шығу қиын. Біздің оңаша айтысып отырғанымыз осы міне. Біз многополярный системада сөйлеп отырмыз қазір. Халықпенен бірге араласып, бір-бірімізді тежеп отырған жоқ, бір-бірімізге тәуелді емеспіз. Толықтырып отырмыз. Сенікі дұрыс емес, менікі дұрыс деп отырған жоқ. Жоқ. Біз ашықтан ашық сөйлеп отырмыз, бір-бірімізді қуат алып отырмыз. Ата жолында ондай болмайды, ол жер однополярный система ол жерде. Яғни ата жолдың уақыты өтіп бара жатыр дей ме? Енді өздері ақпарат келіп тұрған жоқ па, 3-ші дәуір басталады, 3-ші толқын деп. 3-ші толқын ол жерде бастар алмайды, ол жерде Мұхаммед пайғамбардың есінде отыр ғой олар. Сопылық жол болсын жаңағы, нені ұстанып отыр ғой. Мұхаммед пайғамбардың миссиясы бітті деп отыр ғой. Жаңа дәуірге кіріп бара жатырмыз ғой біз. Жаңа дәуірдің өзінің діні бар ғой. Бүкіл адам баласына келіп тұрған, мировая религия келіп тұрған. Заңдылық жұмыс істеп тұр ғой. Біз екеуміз бұл сөздерді ата жолында отырып айта алмаймыз. Біз сол үшін екеумізді шығып отырғанымызда. Шығып кеттік. Бұлай шығып тұрғанды бұлай қарасақ. Енді солай болып тұр ғой, тағдыр солай салып тұрған, маңдайыңа жазылып тұр ғой сенің. Солай шығып біз оңашада айту керекпіз осының бәрін. Біз ары қарай даму үшін, ары қарай елге түсіндіру үшін. Бұл жерде бір-бірімізбен
қуат алып бір-бірімізді түсініп отырмыз. Мен сенен алып отырмын, сен менен алып отырсың. Мен білмегенді сен айтып отырсың, сен білмегенді мен айтып отырмын. Бір-бірімізбен. Енді мына жерде сол предупреждение беріліп отыр қазір уже. Мына жерде бәріміз байлауда тұрмыз, мысалға. Қасым-Жомарт ағамыз да байлауда тұр. Саған лайықты адам деді ма? Қасым-Жомарт ағам атына сай болу керек. Жомарттық істеу керек бұл жерде. Ана бір әйел бар ғой, анау Қалмұрзаева ма, бір кісі бар ғой, тағы да шығып жатыр. Ол да рекламаны алып келіп тұрған әйел. Мәді болсам да мені қой деп жатыр ғой. Мәді әйел болсам да мені қой деп рекламаны жүргізіп тұр ол. Қасым-Жомарт ағамызға айтып жатыр. Сен астында бомба бар деп тұр, түсіндің ба? Сен ойлан деп тұр ғой. Мына жерде жаңа Шыңғысханның өзім жерде Жалайырды нетіп кетеді ғой жаңағы. Ноқтағасы деп. Жалайырды көтереді ғой мына жерде. Шыңғысхан бәрін біледі ғой. Мына жерде Қасым-Жомарт ағамызбен байланысты тұрған Жалайыр. Тарақ таңбалы Жалайыр менен мына жерде осы жерде өмір өзгерту үшін екінші адам сол Қасым-Жомарт ағамызға нетіп тұр ғой. Қазір ақпараттар келіп жатыр ғой. Қазақ оянбаса біз құримыз деп тұр ғой, өзге ұлттың аруақтары келіп тұр. Айтып жатыр. Қазақ оянбаса біз құримыз деп тұр. Қазақтың оянғанын күтіп отыр. Бірінші қазаққа қарап отыр көбі. Сол себептен енді қазақ ояну үшін мына жерде байлаусыз бір адам шығайын тұр ғой, түсіндің ба? Төменіне шығады деп қазір адамдар айтып жатыр. Байлаусыз. Ешкімге тәуелді емес. Ешкімге тәуелді емес адам шығады да, қарапайым адам шығады да, Путинге байланбаған адам. Путинге байланып тұрған ба? Путин бәрі бір-бірімен бәрі жаңағы кімдер бәрі байлаулы болады. Байлаулы ғой, бір системада болды ғой. Бір системада отыр ғой, бір-біріне қарап отыр ғой. Иә. Бұл жерде байлаусыз адам болу керек. Бұл жерде уақыт жоқ. Бұл жерде қағаз жазып отыратын, ручка жазып отыратын уақыт емес бұл жерде. Айтқан сөз атылған оқ болу керек бұл жерде. Тез арада өзгеріп. Байлаусыз адам келе көреді, бос. Қарапайым адам. Қазақ жұмысшы болсын, ол төменнен шығу керек деп адамдар айтып жатыр қазір. Өйткені Мағди төменнен шығады деп отыр. Мағди деп отырғандары, Мәді деп отырғаны. Үш адам қазір ақпарат жүріп жатыр. 5 атты адам атқа қонды деді. 5 атты адам атқа қонды деді. Ақпаратта оны түсінбей отырғанда мұсылмандарымыз жаңағы не, дін тұтанып отырғанда олар айтып отыр. 5 атқа мінген адам шығады екен деп. Бір адамды айтып отыр. Ол адамның 5 аты бар, оны түсіндің ба? Оны Нұх пайғамбар дейді, оны жаңағы Мәді дейді, біреулер Мағди дейді, европалықтар оны Месси дейді, орыстар оны Сар деп айтады. Орыстың несін ашып жіберсең қазір тылсым туралы нелерін Сар, Путиннен кейін Сар тұрады деп тұр олар. Путиннен кейін Сар тұру керек деп тұр. Көріп отыр ғой, сырттан ақпарат келіп тұр ғой. Мына жерде общем сондай болып тұр ғой, короче. Өзгеріс болу керек, өз еркіменен общем жерде. Енді шыққанда. Бұл Қасым-Жомарт ағамызға беріп тұрған предупреждение, түсіндің ба? Бәрі заңдылықта жұмыс істеп тұр бәрі. Бұл дүниеден еш нәрсені өзгертуге болмайды, түсіндің ба? Саған лайықты деп тұр ма, яғни Қасым-Жомарт ағамыздың жомарттығы бар деген. Ұлылар сөйлеп тұр да, ұлылар. Ұлудың нелері. Сонда қазақта жаңағы қазақта 3 неге бөліп қойыпты, қазақ 3 баласына бөліп берген дейді ғой. Жанарыс деген жерде орта жүзге байланысты айтылады. Жанарыс деп, ортаншы баласы деп. Ағарыс деген мынау ұлы жүз үлкен баласына байланысты, түсіндің бе? Бегарыс деген кіші баласына қойылған ат, баласы деп белгіленген, енді жұмбақ сөздер ғой. Бегарыс деген мына жерде қазір қазақтың кіші балдары биікті меңгереді өше. Кіші балдары биікті меңгереді мына жерде. Бегарыс деп қойған сол. Түсіндің бе? Біз биікті меңгеріп жатырмыз біз қазір. Тылсымның несіне кіріп жатырмыз. Ақпаратты жұмыс істеп жатырмыз тылсымменен. Тылсымның құпиясын. Посредник болып отырмыз екі ортада. Сұңқар болып. Ал жанарыс деген жерде орта жүзге беріледі, жанарыс. Жан алысып, жан берілетін кез қазақтың. Түсіндің бе? Оянып мына жерде. Мына жерде енді дәуір жаңағы. Не дәуір ғой? Жаугершілік заманы басталатын кез ғой. Сол кезде қазақтың ортаншы баласына Шыңғысханға шығып
сол неседі жанарыс деп қойған сол. Ағарыс деген мына жерде қазақтың үлкен балалары қазір отырған, билікте отырған, түсіндің ба? Осы мына жерде ақпенен күреседі олар. Орыспенен тату-тату өмір сүру керекпіз деп жаңағы, түсіндің ба? Қазақты басып отырады. Қой деп. Біз көшімізбен тыныштықта болу керекпіз, бізге тыныштық керек деп, түсіндің ба? Оны басқалары түсінбеген себебінен Тоқаев бүйтіп жатыр, Назарбаев бүйтіп жатыр деп отырмыз ғой біз. Орыстан қорқамыз деп жаңағы. Орыстан етпеуіміз керекпіз деп. Сондай нен болып жатырған сол, әңгімелердің шығып жатырғаны сол ғой. Енді мына жерде Қасым-Жомарт ағамызға ағарыс екенін дәлелдеу керек қой, мойындау керек қой. Және мына жерде Шыңғыс ханның аманаты бар. Жаңағы Жалайырды, тарақтан балы Жалайырды ноқтаны берген. Ноқтағасы деп биікке көтерген. Өйткені Шыңғыс хан мына жерде келіп тұрса, мына жерде Шыңғыс хан предупреждение беріп отыр ғой. Жалайырға. Сенің басыңа осындай іс түскен кезде сен мүшеті құтқарасың қазақты деп отыр. Құтқарасың қазақты. Құтқарасың дегенде мына жерде сен орныңды беру керексің деп тұр ғой. Мәдіге қазір ақпарат келіп тұр ғой. Яғни Қасым-Жомарт президент орнын беру керек. Орын беру керек. Аманат партиясы қазір аманат деп тұр ғой, қазір атын өзгертті ғой. Аманатты орындау керек олар. Ата-бабалардың аманатын. Сол себептен ол партияның аты да. Маған екінші аянда көрсеткенде бұл жүйе ішінен құлайды деді. Егер де өзгерте алмаса, биік бір ғимаратта жүр екен, ішінен ыдырады. Ішінде Тоқаевта жүр, мен де жүрмін. Бірақ мен қашып тесіктен үлгердім, шығып анау құлады оның ішіне. Енді партияны да аманат деп қойған сол ғой, өзі тектен тегі қойып отырған жоқ ғой. Өздеріміз қойып отырмыз деп отыр адамдар бәрі. Ассамбледа заңдылықта жұмыс істеп бәрі қойылып тұрған нәрсе, сценарий бойынша бәрі. Аманатты орындау керек олар. Орындамаса мына жерде Қасым-Жомарт ағамыз жаңағы перғауын, ең үлкен перғауынға айналайын тұр ғой, әлемнің перғауынына. Бермесе, аманатын орындамаса. Жерде ақпарат келіп тұр анандай. Көкке жалғанбаған көпті басқара алмайды деп тұр. Алдардың болжап білмейтін адам ел басқармай қойсын деп тұр. Ұрақтардан ақпарат келіп тұр осындай. Сондай ақпарат келіп тұр. Жерге көп алдардың болжап білмесең, ел басқармай қой деп тұр. Перғауынға айналасың деп тұр. Перғауынға айналып кетеді. Аманатты орындамасам. Аманатты орындамасам. Бір перғауыннан құтылдық едік, екінші перғауынға орындадым болай, Құдай сақтасын. Еще тарақтанба деген белгілеп қойған сол себепте жаңағы Жалайырды. Екі ру бар. Мына перғауын деп кеттіңіз кезінде. Перғауын Құдай болды ғой кезінде. Құдай болды. Сол сіз мана айтып отырғанда есіме келмей тұрды да, соны перғауын ғой, Құдай болған. Ертегі айналдырған Мұсалардың нелердің. Құдай да келді. Еврейлердің ертегі айналдырғанда сол жерде заңның бәрі, ненің бәрі, тарихтың бәрі ертегі айналдырған. Ғалымыз айтып кеткен тарихты айтып отырмын мен. Тарақтанба мен Жалайырды белгілеп қойғаны сол. Сосын екі таңба бар, екі ру, бәрі жүк болу керек. Либо сен жаңағы тарақтанба, екеу тарақтанба. Біреу кіші жүзде бар, тарақтанба. Ұрудың. Барлық нәрсе екі нәрседен ақ пен қара. Берді сен ақты істейсің, енді қараны істейсің деп тұр. Екі рудың біреуі ақ, біреуі қараны істеу керек. Адам, екі рудың адам. Тарихта солай белгіленіп қойған. Сонда Қасым-Жомарт ағамызға или ақты істейсің, или қараны істейсің, или мойындайсың. Ағарыс екенін мойындау керек қой уже. Ағарыс екен мына жердегі ұлы жүздің жаңағы қазақтың үлкен бекарысқа көшу керек қой. Бекарыстың дәуірі келді көшу. Бұл жерде биікте меңгеріп отыр бекарыстар. Біздің естіп отырған, айтып отырған сөздерімізді шет жағасынан олар да біледі ғой. Бірақ біз нақты дәлелмен аруақтардың несін алып келіп отырмыз ғой. Тылсымның арасында. Аруақтардың ақпаратына келіп отырмыз. Аманатты жеткізіп отырмыз. Аманатты біз жеткізіп отырмыз. Оны істеу істемеу оның өзінің маңдайына жазылғанын көресің, маңдайына ижазат тұр. Табиғат көрсетеді. Болмаса аруақтар, әрбір адам ішінде аруақ тұр. Қасым-Жомарт ағамның ішінде аруақ бар. Әрине. Аруақ аруақтың көзін шықмайды деп тұр. Яғни аруақ
Сен мына жерде керек емес болсаң, сен басың доп деп тұр ғой. Біз үшін деп тұр, адам қайтып тұр. Болмаса сынақ қалады сені. Сол кезде тобыңа бересің дейді. Енді менен айтайын, маған тылсым бір өзіме келген нелер бар мысалға. Сонымен мен аяқтайын. Ақыреттің дүниеге келуі заңдылық. Өйткені қазақ елінің аталуы мәңгілік. Мәңгілік елдің ұлы далаға айналуы заңдылық. Заңдылықсыз болмайды дүниеде еш нәрсе мәңгілік. Адам ақылды діннен алады. Адасып жүргенін сезбей қалады. Мұхаммедтің мазхабінде болмаған соң, ақыреттің не екенін білмей қалады. Адамға сөзбен айтқан аздық етеді. Істеп көрсетсең мазақ етеді. Түсінгісі келмеген адамның кемшілігі көп болған қазағым. Көріп келдің көзі бар, ұлы адамдардың сөзі бар. Білген жақсылығын істейтін пайғамбарлардың ісі бар. Әр нәрсенің шегі бар. Шектен шықсан кегі бар. Тобасы болмаған байлықтың тоқырайтын кезі бар. Бір күндігін ойлаған елім дейді, мың күндігін ойлаған жерім дейді. Екі дүниесін ойлаған Алла дейді, өлімнен бұрын өлмейтін күнін ойлаған алға дейді. Ендеше Алланың пендесі, өлімнен бұрын өлмейтін күнімізді ойлайық. Жаңа өмір, мәңгілік ел, ұлы даланы. Бұл менің сөзім. Мен адамдарға әсте айттым, сыбырлап айттым, айқайлап айттым. Олар паңдайсыған сайын паңдайсынып кетті деген, ол нақ пайғамбардың сөзі. Әр нәрсенің өз уақытымен келіп тұрған кез. Тамаша. Мына тақырыптың атын қалай қоямыз? Мана айтып кетіп едім. Ұлы дала едіңіз бе, мәңгілік ел едіңіз бе? Мәңгілік ел, ұлы дала. Қазір бұл құпиясы ашылмай отырған тарих қой. Қазір тарихты ашып отырмыз құпиясын. Яғни осы сіздің сұхбаттың атын мәңгілік ел, ұлы дала деп қояйын. Дұрыс па? Иә. Адамдар естіп отырсын. Ана жерде сағат тұр. 65 сағат. Мына сағат мен әкемнен қалған сағат. Еске салады дейсің ғой. Иә. Бұл қазір жүрмей тұр. Бірақ мен оны қайда жүрсем де бірге жүреді менімен. Алдында ремонтқа бергенмін, жасап қойдым. Бірақ тағы тұрып қалды. Осы бір жеті болды, осы сағатты қайтадан бір ремонтқа беріп жасатып аламын ба деген ойым бар еді. Сіз жаңа сағаты келді деп отырсыз. Сол мүмкін сол бір белгі болар. Мен Құдай қаласа бұл сағатты жүргізем ба деген ойым бар. Өз уақытымызды білейік ағайын. Өйткені уақытты солай болып тұр ғой. Уақыт келді деп белгі. Сағат ұстайтын уақытымыз қайттан келе жатыр ғой. Иә. Уақытымызды білейік, әрқашанда өз уақытымызға бір пайдалы іс жасап, сөз айтатын болайық. Жақсы ағайын, осымен осы сұхбатымызды аяқтайық. Мына сағат бізге белгі болсын, сағатымызды дұрыстайық, уақытымызды тиімді пайдаланайық. Амин. Аман болыңыз.